Бүгін мен сіздерге пайдалы таңғы аспен бөліспекшімін. Осылай қара нанды аласыздар. Бетіне творожный сыр жақсылап тұрып жағып шығамыз. Авокадоның жақсы піскенін алып, вилкамен үстіне езіп жағып шығамыз. Кезек-кезек жағамыз. Көп қосудың қажеті жоқ, аз-аздан қоссаңыздар жеткілікті. Өте пайдалы май болып саналады авокадоның құрамында. Сол себепті таңғы аста міндетті түрде ПП майлар қолдану қажет. Міне барлығын дайындап болдық. Енді біз хэппи-колдың майсыз қуыруға арналған табасына біз өзіміздің жұмыртқамызды қуырып алатын боламыз. Яғни ешқандай май қосудың қажеті жоқ. Міне табаны көріп тұрсыздар, осылай сырты көк, керемет, ешқандай май қосудың қажеті жоқ, бірақ сіздің жұмыртқаларыңыз күйіп кетпейтін болады. Міндетті түрде дұрыс тамақтануда осындай табаны алу маңызды. Өйткені біз ешқандай майды қолданбаймыз. Осылай жұмыртқаны саламыз, дайын болған кезде асты жабыспай жеңіл алынатын болады. Қай жерден алғанымды міндетті түрде белгілеп кетем, сол жерден тапсырыс беруге болады. Міне көрдіңіздер, ешқандай жабысу жоқ. Жеңіл алынады, асты жабыспайды. Енді барлық жұмыртқамызды осы нандардың үстіне қойып шығамыз. Үстіне қалауымызша дәмдеуіштер сеуіп, ұсына берсек болады. Барлықтарыңызға ас болсын, астарыңыз дәмді болсын.